Қане сендердің бауырмалдықтарың, той томалақта ғана кездесесіңдер. Күйеуге кеткен қызды іздеп немесе бауырыңды себепсіз-ақ үйіңе шақырдың ба? Олардың балаларын бауырыңа тартып, маңдайынан сипадың ба? Жоқ, қайта өкшесі қисайса, оны жүндейсің. Әйелдерің бауырыңның баласын шомылдырды ма? Көйлегін үтіктеп берді ме? Каникулда үйіңе әкеп қыдыртты ма? Тәтті торт әперді ме? Туылған күніне сыйлық жасады ма? Телефонмен құр құттықтап құтыла саласыңдар. Телефондағы дайын жансыз, сезімсіз, жаттанды, жасанды открытканы жібере саласыңдар. Қане сендердің кереметтіліктерің? Ақыл айтуға бәріміз шеберміз. Әркім өз жамбасының ауырмайтын жағын ойлаған. Ендеше неге мені кінәлайсыңдар? Әлде қарттар үйіне өткізіпті деп, айтпасын деп жасанды намыстан қорқып, анамды қорлатып қояйын ба? Өзінің түйе дейін көрмей, өзгенің түйме дейін көргіштерім-ай. Бір ата-ана 10 баланы асырай алады. 10 бала бір ата-ананы асырай алмайды деген-ау, деп манадан үнсіз отырған қария араласты сөзге. Тыңдап отырсам, бәрің ақылдысың, бәрің сөзге шеберсің. Бір қызығы сол, сөздерің мен істерің бір-бірінен алшақ жатыр. Аспан мен жердей алшақ жатыр. Бұл да ақыр заманның жақындағанның белгісі шығар. Алла, өзің ақырын бере көр. Сендер кінәні өзгеден іздейсіңдер, дұрыс емес. Нәрсені біліп отырсыңдар, бірақ соны жасамау керектігін білмейсіңдер. Ата-анаға қамқор болу керектігін білесің, бірақ өзің қамқорлық көрсетпейсің. Әлемді тілмен орнатып, тілмен жөндегің келеді, ол болмайды, қарақтарым. Ер ердің қасиетін, әйел әйелдің қасиетін жоғалтты бүгінде. Оған кінәлі кім? Еркектер. Біздер кінәліміз, біз майдаланып кеттік. Арыстан орға құласа, тышқан құлағында ойнайды. Әйелдерді босатып алдық. Енді болар дес бере қояр мекен? Ақылы бар 100-ден 1 ғана болмаса? Менің 2 анам болды. Бәйбішеден бала болмаған соң, үлкен анамыз менің шешемді өзі таңдап жүріп күйеуіне алып берген. Адалдықтың басы осы жерден басталады, тыңдаңыз. Анамыз сонда ерінің абыройын, ұрпақсыз қалмауын ойлады. Адалдық па? Адалдық. Анам мен екеуі шәй десіп ұрысқан емес. Бізді үлкен анамыз өз баласындай көрді. Адалдық па? Адалдық. Қазір сендер бір-біріңмен қаймана қазақтайсыңдар. Өздерің сондай болған соң, әйелің мен балаларың қайда барады? Олар да жат. Үлкен апам адуын еді. Көңіліне жақпаса дастарханды аудара салатын. Дегенмен әкені сыйлауды, үлкенді сыйлауды, ананы қадірлеуді, бір-бірімізге бауырмал болуды сол кісі үйретті. Бірде менің әйелім дастархан басында бала емізе бастады. Үлкен апам, біріншіден балам, омырауыңды көрсетіп бала емізу әдепсіздік. Басқа біреу болса, омырауыңа көз түсіп көзденуің мүмкін. Еркектер отырса, ойы бұзылуы мүмкін. Екіншіден, омырауыңды ұстап, одан кейін бізге шай құюың тазалыққа да жата қоймас. Үшіншіден, баланы оңашада ана еміреніп отырып, баласымен былдырлай сөйлесе отырып емізсе, бала да өскенде мейірімді болады, деді. Әйелім естімеген сыңайлы, орнынан көтерілмей шай құя берді. Кенет анамыз дастарханды аударып тастады. Кішкене аққұман аударылып кетіп, әйелімнің аяғы күйіп қалды. Оның даусынан бала шошып шыр ете қалды. Әйелім мен балама жаным ашыса да, мен анама сіздікі дұрыс емес демедім. Бірдеңе дегісі келген әйеліме көзбен жекіп, өзге бөлмеге бар дедім. Тағы бірде жұмыстан кеп, әйеліме қатты жекіп жатқанмын. Ту сыртымнан үлкен апам кеп, қамшымен жон арқамнан осып жіберді. Қапылыста аңғармай қалып, қорғанып үлгермедім. Қамшының орны біраз күн ауырып жүрді. Еркектің ең жаманы қазымыр келер,
қатындар сияқты ер адам дауыс көтермес болар. Шын еркек әйелді көзбен жасқап, ыммен түсіндірер деп шығып кетті. Қанша ұрысып, ұрып жатса да бетіне келмедік. Әйелім екі анамның біріне ренжіп, бірдеңе дегісі келсе, анама қарсы шығып, Құдайға күнәһар болғым келмейді. Түсінемін, ренжисің, бірақ соның бәрін біз үшін жаны ашыған соң жақсы болсын деп жасап жатыр ғой. Егер көнбесең, онда рұқсат, төркініңе барып тұра ғой. Балаларға барып тұрармын, бірақ есіңде болсын, бұл табалдырықтан аттадың екен, қайтып кіремін деме, деп ескерттім. Бауыр дегеннен шығады, мен студентпін. Бірде жолай ағайдың үйіне түспей, бірден ауылға тартып отырдым. Бәрі мәз, шай қойылып жатыр. Үлкен апам ағамның жайын сұрады. Мен сұрағына жауабымды бердім, соқпағанымды айттым. Маған жаман көзімен бір қарады. Отырып шай ішпеді. Мен шай ішкен құрлы болмадым. Кештетіп болсын, қайта көрші ауылдағы ағайдікіне бардым. Айтқандай-ақ, ағай да жеңгей де етті пісіріп, бірақ нанын салмай мені күтіп отыр екен. Сен кешіккенге бірдеңе болып қалдым екен деп қорқып, онымды ағаң айтуға батпай отыр едім, дейді жеңгем. Осындай пейілді көрген менің көңілім толқып, алқымыма өксік тығылды. Сәл болмағанда, үлкен апам болмағанда, осы жарасымдылыққа сызат түсіп кетер еді-ау деп қорықтым. Ертеде өте тату екі ағайынды жігіт болыпты. Екеуміз тату болған соң әйелдеріміз, балаларымыз тату депті. Сонда абысынды келінді екеуі амал айла жасамақ болыпты да, бірі қой сойып, екіншісін отбасымен тамаққа шақырыпты. Ет турап отырған жігіт алдыңғы сирақты өз баласына, артқы сирақты бауырының баласына берсе керек. Сонда әйелдің бірі: бауырым, бауырым дейсің, өз балам үнемі алдыда жүрсін деп алдыңғы сирақты беріп, жұттың соңында жүрсін деп біздің балаға артқы сирақты берді, деп араздықтың отын жағып жіберіпті. Сөзді сөз қуалап, ағайынды екі жігіт күжілдесе бастайды. Екі әйел де оларға басып айтқан боп, араздықтың отын онан сайын көсейе түсіпті. Ашу ұрысқа айналып, екеуі алагөздене бастағанын сезген әйелдер, балалардың алға шығып не артта қалуы бірінші Алладан, екінші өздеріңнің талаптарыңнан. Біз мұны сендердің көздеріңді жеткізу үшін ойластырып едік. Ағайынның да, бауырдың да тату болуы әйелдерден. Абысын тату болса ас көп деп, халық бекер айтпаған деп, күйеулерін ұялтыпты деседі. Ата анаң алтынның, бауырларың байлығың екендігін әйеліңе түсіндір. Айтып қана қоймай, ісіңмен көрсет, көзін жеткіз. Әйелді ақылға шақыру ер азаматтан. Ал сендер әйелдеріңе имандай ұйып, әйелдің ағайыныңды да жақсы десе жақсы көріп, жаман десе араласпай қоясыңдар. Қателіктің басы осыдан басталады. Сен, қарағым, 4 баламды қимаймын дейсің. Балапан ұяда не көрсе, соны іледі. Сен оған не өнеге көрсетіп жүрсің? Ертең олар өзіңді сыйламай жатса, өзің оларға аузыңды аша аласың ба? Ал сенің абыройыңды ойламай, елге сені қарабет етіп, жалғыз енесін сыйдырмаған әйелден не қайыр? Ол бір шаңырақтың емес, келешек бір рулы елдің тәрбиесіне нұқсан келтіріп отыр емес пе? Еркек айқайшыл болса, қадірі кетеді. Қадірі жоқ еркектің өзі жоқ. Еркек болу үшін айқайлау, ұрысу, ұру, боқтау жол емес. Апам айтпақшы, еркек әйелді көзімен жасқап, ыммен жұмсай білу керек. Әйеліңді сүй, құрметте, ол ет жақын жарың, балаларыңның анасы. Сүю бұл оның әр ісіне бас шұлғу немесе құл болу деген емес. Менің жесір көршімнің 2 ұлы бар. Үлкенді еркелеу, аңғырттау болды да әйелінің артынан кетті. Оны көрген қайнысы: мен анама
жаққан қызға ғана үйленемін дейтін. Еркек бас, әйел мойын. Біз де бойдақ кезімізде солай дейтінбіз деп көпшілік күлетін. Сол жігіт тым тәуір қызды келін етіп түсірді. Бірақ жас емес пе, абысынының сөзіне еріп, қылығына еліктеп тосын мінез көрсете бастады. Енесімен ұрсуды шығарды. Бірде ол әйеліне кейін қыдырып қайтамыз дейді де, машинаға отырғызып төркініне әкеледі. Ас су ішіп болған соң қайтатын кезде қайненесі мен атасына болған жағдайды айтады. Айтып түсіндіре алмадым. Бір ашу қысқанда қол жұмсап, тұшы етіне ащы таяқ тиіп, көңіліміз қалама деп қорқамын. Ажырасқан күнде де әдемі сыйластықпен қалғанымызды қалаймын, дейді. Төркінге келген әйелі күшейіп, мен саған ойыншықпын ба, ойнап лақтыра салатын деп шабалаңдайды. Сонда күйеуі: мен сені жақсы көретінім сондай, сенің мінезіңді де, қателіктеріңді де кешіруге бармын. Бірақ мен анамды сенен де артық жақсы көремін, дейді де шығып кетеді. Ертеңіне құдалар қызын әкеп тұрып, жігіттің анасынан кешірім сұрапты. Бұдан бейхабар жігіт анасы аң-таң болыпты. Содан ол үйге береке орнады. Бұған қарап, ақылына азаматтығы келіскен еркектер бар екен жастардың арасында да деп тәубе еттім. Қарт әңгімесін көп созбақтамай бітірді. Бәріміз тілімізді жұтып қойғандай үнсізбіз. Майдалана бастағанымызды іштей мойындадық. Өзге достарым да солай ойлады ма екен? Солай болса игі еді.